Балалар, бүгінгі сабағымыз 49 сабақ өнер алды қызыл тіл дейді. Ойынды нақыл сөзбен жеткізесің дейді. Бірінші тапсырма түсініп оқы, өз сөзімен әңгімеле дейді. Әр нәрсе туралы пікірімізді, яғни қиялымызды, яғни көңілімізді кейін сөз арқылы жақсылап айта алсақ, сол сөз өнері болады дейді. Өз сөзімен әңгімеле дегенде, қараңыздар, біз бір сөзді өзіміз емін-еркін жеткізе алсақ, мысалы айтқымыз келгенді емін-еркін жеткізіп, соны өз тілімізбен жеткізетін болсақ, сол сөз өнері болады екен. Мысалы мақалмен жеткізу, болмаса жұмбақпен жеткізсек, мәтінді тыңда дейді Төле би. Қазақтың үш биінің бірі қазіргі жамбыл облысы Шу өңірінде дүниеге келген. Өз елінің өзге халықтардың әсіресе дарын еркін меңгерген. Әсіресе шығыстың аңыз әңгімелерін, қисса дастандарын еркін меңгерген. Халықтың әні мен күйін, ақындық өнерін құрметтеген. 15 жасында бастап ел билеу ісіне араласқан. Өз заманында Қарлығаш әулие, Қарлығаш би атанды дейді. Үшінші жаттығу мәтінді түсініп оқы дейді. Қарлығаш әулие. Ел ауған, ақтаған шұбырынды Алакөл сұлама кезінде Төле би киіз үйін жықпапты. Қасиетті жұртының қимапты. Сонда жоңғар қолбасы Төле биден көшпей қалуын сырын сұрапты. Шаңырағында бір бейкүнә Қарлығаш үй салып еді. Ол жер бетінде топан су басқанда Нұр пайғамбардың кемесін сақтап қалған. Адам баласын жылан шақпақ болғанда қызғыштай қорған құс еді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапандарын жылатып кете алмадым, дейді дана Төле би. Бірау сөзі мынау сөзге титін. Төлен адамгершілігін, әділ шешімін таныған жоңғар қолбасшы шын әулиенің өзі екен деп әскерін қайтарып жіберіпті дейді. Төртінші тапсырма Төле бидің Қарлығаш әулие атану себебін түсіндір дейді. Қарлығаш атану себебі ақтаған шұбырында Алакөл сұлама кезінде Төле би киіз үйін жықпаған екен. Сол кезде қасиетті жұртты қимапты дейді. Сонда жоңғар қолбасшы Төле биден көшпей қалған сырын сұрағанда, ол өзінің бекүнә бір қарлығаш ұя салыпты. Ол балапандарымен бірге үйін бұзған дұрыс емес екенін айтқан екен. Сол кезде жоңғар қолбасшысы одан соның әулиенің сөзі екенін әскерге адамгершілігін, әділ шешімін таныған жоңғар қолбасшысы өзінің жоңғарын әскерін қайтарып жіберген екен. Сол кезде Төле бидің адамгершілігін және өзінің сол бір Қарлығашқа бола үйін көшірмегеніне таң қалып, өзінің жоңғар қолбасшысы өз әскерін қайтарып жіберген екен. Қараңыздар, бұл сөзді қарап тұрсақ, мағынасы терең екен. Бізге Қарлығаштың көмектескенінің оған жақсылық жасаған адамға біз жамандықпен қайтармауымыз керек деген мағынада білдіріп тұр екен. Бесінші тапсырма Төле бидің нақыл сөздерін түсініп оқы және өз сөзімен түсінгенді айт дейді. Білім айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шығын жетпейді. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шығын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен. Үйренгеннен ештеңе кетпейді. Халқына адал бол, жауына қатал бол, досына адал бол. Шешіндікте не пайда? Артында сөз қалмаса, батырлықта не пайда? Халқыңа қайран қылмаса дейді. Қарасаңыздар, балалар, бұл жерде біліп айтқан, мысалы біз бір нәрсені айтатын болсақ, бізге біреу соған жұмбақпен или нақыл сөздермен қайтаратын болсақ, біз оны тауып айтып тұрмыз. Ал білмесек, бір нәрсені білмесек, мысалы осыны білмей тұр мынау деп біреу бізге өйстіп істе, осылай істе дейтін болса, соны біз істейтін болсақ, ол да бір өнер екен. Енді бізде
Төле бидің нақыл сөздерін жаттап аламыз, иә. Енді қарап тұрсақ, нақыл сөздерді пайдаланып сөз өнер туралы әңгімелеңдер дейді. Қараңыздар, сөз өнер Төле бидің нақыл сөздерін пайдаланып сөз өнер туралы әңгімелейміз, иә. Сөз өнер елдің бірлікке, татулыққа бастайтын асыл мұра дейді. Төле би жаңбыр жаумаса, жер жетім, басшысы болмаса, ел жетім деп елге сөз айтар көсемнің әділ бидің маңызын айтқан екен, иә. Қарап тұрсақ, мысалға, жаңбыр жаумаса, ешқандай жерде көк шөп ешнәрсе шықпайды екен. Ал басшы болмаса, ел жетім дегеніміз, мысалы, бізде бір адам билеп тұрса, мынаны істе, ананы істе деп, сол кезде біз сол адам бағынып, бәріміз бағынады екенбіз, бағынып, еліміз дамиды екен. Мысалы, тағы бір нақыл сөзін алатын болсақ, атадан өсиет, анадан қасиет дейді. Бұл сөз арқылы берілген тәрбиенің құндылығы білдіреді екен. Төле би әділдік пен бірлікке сөз өнер арқылы сақтаған. Сондықтан сөзді ойланып айтып, елге пайдасын тигізу нағыз сөз өнерінің белгісі екен. Балалар, бүгін Төле би туралы өттік. Төле би Жамбыл облысы Шу өңірінде дүниеге келген екен. Соны білдік. Және Төле би Қарлығаш би атанған екен, Қарлығаш әулие атанған екен. Қарлығаш әулие атануының себебі сол Қарлығашпен байланысты екен, Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңыздар, каналды тіркелуді ұмытпаңыздар.